Қайырлы күн достар, бүгін осындай пирожный картошка жасаймыз. Өте оңай әрі тез, маған бір 10 минут қажет болды. Толығырақ описанияда көрсеңіздер болады. Печеньямызды осылай үгітеміз. Қазір мен оқтаумен үгітемін. Бисквитпен жасайтын да варианты бар, бірақ маған осы вариант больше ұнайды. Сіз басқа да үгіткіштерден өткізсеңіз жарайды. Міне ұнтағымыз дайын. Ал енді осыған қойылтылған сүтімізді және микроволновкада ертіп алған сары майымызды қосатын боламын. Бізге банканың жартысы қана қажет болады сгущенкадан. Сары майды салып, енді бәрін әдемілеп араластырамыз. Ал араластырып болдық. Түріне қарасаң құрғақ сияқты, бірақ қолға жақсы жабысады. Міне достар, осылайша картошкамыздың пішінін келтіреміз. Енді какаомызға картошкаларымызды аунататын боламыз. Үстіне осындай какаоны сеуіп қоямыз. Ұнтақтағыш ситомен себеміз. Сонымен қатар қант ұнтағында сепсеңіздер болады. Ал біздің тәтті 10-15 минутта жасалатын пирожный картошкамыз дайын. Жасап көріңіздер. Өте оңай әрі дәмді.